Біздің еліміздегі білім саласы инклюзивті білім беруге толықтай дағдыланған ба, жоқ па? Жоқ болса, мәселе неде? Ал енді кеше біздің мәжіліс парламенті зерттеу жұмысын өткізді. Сол бойынша қарап отырсақ, жалпы ретінде методикалық нұсқаулары қалай біздің мұғалімдер қабылданып отыр, қалай жұмыс істеп отыр, не бар, немене жетпей тұр деген көп сұрақтар қойылып отыр. Соның ішінде 15 сұрақтар бар ау деймін. Соның ішіне қарап отырсақ, біріншіден бізде өте мұғалімдер жазады проблема болып тұрған, ол рас балалармен жұмыс істеуге, аутизм, расстройство аутического спектра деген балалармен жұмыс істеу. Сенсорная интеграция деп жазылып жатыр. Келесі бізде задержка психического развития, ЗПР балалармен ішіне 4 түрі кіретін. И содан кейін басқа балалар, ол нашар еститін, нашар көретін, қимыл қозғалысы балалар соның ішіне кіріп тұрған балалар. Енді сұрақтар бойынша былай жалпы анализ жасап отырғанда көріп отырмын, енді өзіміз оны білеміз ғой, оны енді мәжіліс парламентке келгеннен мен де тағы өзім зерттеп қарап отырғанда көріп отырмыз, бүгінгі күнге өте көп жұмыстар жасалынып отыр. Мысалы, мемлекет жағынан, кабинеттерден, научный центрлардан, университеттерден көп жағдай жасалып отыр. Көп әдістер жазылып жатыр, көп нұсқаулар жазылып жатыр. Мұғалімдерге қабылдау үшін, онымен жұмыс істеу үшін, қазір сіз сұрақ қойылған бойынша айтуға болады. Біздің мемлекетімізде көп нәрсе жасалынып отыр. Жаңа айтқан бойынша бізде конвенция 2015 жылы мүгедектігі құқығы туралы конвенция ратификация болды. Содан бастап біздің Қазақстан елімізде 10 жылдан астам инклюзивті білім кіргізіліп отыр. То есть көп жақсы айтарлықтай іліктеу байқап отырмыз. Прогресс бар. Бізде прогресс бар, көп жағдай жасалып отыр, көп финансовый көмек беріліп жатыр. Мемлекетте мектептер ашылып жатыр, центрлар ашылып жатыр, инклюзивті центрлар университеттерде ашылып жатыр, жағдай жасалынып жатыр. Бар ол. Өтінішке қарай проблема бар. Проблема біріншіден біздің біріншіден айтқым келеді, инклюзивтік мәдениет. Жалпы ретінде, мысалы, бір 20-25-30 жылдай астам бізден бала далада жүргенде қимыл қозғалыс бола ма, естімейтін бала болма, дактильный речпен сөйлеседі, сонда біз қарайтымыз, неге бұлай бала жүр, мынандай бала бола ма екен деп біз нететіміз. Қазіргі уақытта это норма. Болсын, жүрсін, біз қабылдаймыз оларды. Но көп адамдар, мысалы, мектептерде, мұғалімдер, ата-аналар, балалардың арасында сол инклюзивтік мәдениет төмен болып тұр. Неден болып тұр? Мысалы, бала бүгін, мысалы, ПМПК комиссиясынан келіп отыр ғой, осы мектепке келеді, таныстырады, мұғалім танысады, түсінді, осыны қабылдау керек. Но мұғалімнің құзыреттілігі төмендеген жоқ, аз болып тұр. Оны жұмыс істеп, онымен баламен қалай жұмыс істеп, 30 бала отырған баламен, мен оны қайсына қараймын? Намен жұмыс істейм бе? Бәрі ата-аналар бізге айтады, сіз неге баланы алдыңыз? Сіз баламен неге жұмыс істейсіз? Намен баламен норма тепеші баламен неге жұмыс істемейсіз деп, сол жерде осы культурамыз, мәдениетіміз төмендеп бара жатыр. То есть біз үйрету керекпіз. Әр бала, біз бәріміз әртүрліміз. Мен жерде 5 адам отырмыз, 5 адамымыз бәріміз әртүрліміз. Жан жақтан әртүрліміз, Мысалы, балалардың арасына қарап отырса, олардың біреудің зейіні төмен, біреу ақыл-ой кемістігі, ақыл-ой төмен, біреудің тағы немене моторикасы төмен, біреудің тағы басқа бір демесі төмен бола ма, или наоборот жоғары болады. Сол уақытта мұғалім ол уақытта білу керек. Осыны диагностика жасап, осы баламен қандай жұмыс жасаймын, осы баламен қандай жұмыс жасаймын, осы балаға қандай әдістерді беру керекпін. Осы жерде мен айтқым келеді, что біздің мемлекетімізде сол инклюзивтік мәдениет өте маңызды. Балалардың арасында қиыншылық, буллинг болып жатады, ата-аналардың арасында проблема болып жатады. Бибігүл ханым, бұл енді әлеуметтендіру мәселесі қоғамның көзқарасы деген керек. Енді білім саласына оралсақ, мысалы үшін жаңа бір маңызды мәселені айтып қалдыңыз. Біз барлық бала
ешбір бөлініссіз бір ортада білім алсын дейміз. Мұндай дүние қазір әсіресе мынау жайлы мектептердегі сыныптарда жүзеге асып жатыр. Енді бұрынғы мектептерде қал-қадірінше сыныптарда әйтеуір бір-біріне селбестіріп жасап жатқан шығар. Бірақ енді жайлы мектептерде кабинеттердің бірдей ортақ екенін көріп жатырмыз. Бұл жерде жаңа сіздің айтып отқаныңыз ата-аналар арасындағы жаңағы ерекше баламен неге бұлай жұмыс істегенде мына бала қалып қойды, немесе мына баламен сау баламен көп жұмыс істесең неге ерекше балаға тиісті көңіл бөлінбеді дегендей ата-аналардың тарапынан кейде өкпе деп айтайық. Өкпе наздың айтылатын рас жасырын емес. Бұл былай қарағанда ұстаздың да кінәсі емес. Ұстаз жанын салып жұмыс істейді, бірақ бұл мүмкін жүктеменің тиісінше бөліну мәселесіне де алып келетін шығар деп мен ойлаймын. Нұргүл ханым, осы сіз де мектеп гимназияның директоры ретінде айтсаңыз, осы білім беруде инклюзивті білім ортасын қалыптастыру мәселесінде барлық балаларға бірдей тең, бір сәтте, бір жағдайда, бір деңгейлі білім беру мәселесінде ұстаздар қандай жағдаяттарға тап болады? Не жетпейді, нені түзеу керек білім саласында? Жақсы, түсінікті, сұрағыңызға рахмет. Жалпы біздің мектепте 2011 жылы инклюзивті, яғни ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған сыныптар ашылған болатын. Біз 2011 жылы 5 қана ерекше білім беруді қажет ететін оқушы болатын болса, қазіргі таңда жалпы мектептерде, яғни 1 мен 11 сыныптарда 112 бала білім алып отыр. Яғни біз 2011 жылдан бастап біздің мектептің ұстаздарының 15 жылдық тәжірибесі бар балалармен, ерекше қажеттілігі бар балалармен жұмыс жасау. Яғни біз бір-бірімізбен үздіксіз қолдау, даму, оқу барысында тәжірибе алмасамыз. Бірақ мәселе бар. Бибігүл ханым өте дұрыс айтты. Инклюзивті мәдениет әлі де қалыптаспаған. Ата-аналардың бірінші үрейіне де баланы мектепке білім беруге алып келген кезде білім ортасына бірінші мәселе толыққанды білім алу болса, екінші жағдай балама қолайлы орта, арнайы мамандар бар ма? Ол баланы қалыпты ортаға мамандар жеткілікті ме мектепте? Балалардың әрі қарай дамуына, міне әртүрлі қазір диагноздағы балалар бар, Біздің мектепте көбінесе тірек қимыл қозғалысында ауытқуы бар балалар. Яғни өз-өздеріне қызмет көрсете алмайды, міндетті түрде балаларды жетелеу керек. Яғни педагог ассистенттер барлық балаға ПМК қорытындысында жазылып тұрады, яғни сүйемелдеуші мамандық қажет етеді. Қазіргі таңда ол мамандардың тапшылығы. Одан бөлек арнайы мамандар бар, балалардың, міне сіз Бибігүл ханым айтты, қазір енді зерттеуші ретінде, қазіргі балалардың жанашыры ретінде балаларда түрлі диагноздар бар. Сөйлеуінде, әріпті дұрыс айтуында, логопед, дефектолог, психолог мамандар қазіргі таңда өте жеткіліксіз. Одан бөлек пән мұғалімдері де инклюзивті мәдениетті қалыптастырып, баланы толыққанды ортаға бейімдеу керек. Не себепті қазір бізде мұғалімдерде жас мамандар келген университетті бітіріп, мүлдем тәжірибесіз балалармен қалай жұмыс жасау керек, қалай қарым-қатынас жасау керек білмейді. Сол себепті мен енді осы нөмір 65-ші гимназиясында Мағжан Жұмабаев атындағы 7 жылдан бері басшылық қызметті атқарып келем. Педагогикалық жолымды осы мектепте бастаған болатынмын, әлеуметтік педагог ретінде, практик ретінде айтатыным, жаңағы жоғары оқу орындарында инклюзивті мәдениетті қалыптастыру бойынша бүкіл барлық пән мамандары бойынша оқып жатқан мұғалімдерге түсінік берсе, бұл балалар біздің қоғамымызда бар, ол балалармен қалай қарым-қатынас жасау керек, инклюзивті мәдениет дегеніміз не екені туралы сондай бір оқу бағдарламасына енгізілсе деген менің ұсынысым бар. Және жаңа айтып өткендей жүктеме мәселесінде бөлуді үйрету керек. Үйрету керек деп ойлаймын.